Сіздің күшіңіз сіздің сезімдеріңізді басқаруда. Егер біреу сіздің ішкі әлеміңізге үстемдік етсе, ол сіздің қожайыныңызға айналады. Кез келген жағдайда беделіңізді қорғаңыз. Ол күшті болса, қарсыластар сізге сирек қарсы тұрады. Әлсіз болса, шабуылдар барлық жағынан келеді. Шоқты жалынға айналмай тұрғанда сөндіріңіз. Ашуланған кезде шешім қабылдамаңыз. Жағдайдың жақсаруын күтіңіз. Содан кейін ғана әрекет етіңіз. Ерлік дегеніміз үрейді жирене жек көру. Ол бізге төнген қауіп-қатерді мансұқ етеді, оларды шайқасқа шақырып, күйретеді. Күшіңіздің шынайы күшін пайдалану үшін бір мақсатқа назар аударыңыз. Билікке қызығушылық танытпаймын деп мәлімдейтіндерден сақ болыңыз. Әйтпесе бұл сізді күш қуатсыздандыру жолы. Уақыты келгенде ойланбастан ереуілге шығып әрекет етуге кеш болады. Оқшауланған патшалық әлсіз болады. Күшті болу үшін сізде одақтар болу керек. Қамал жаулармен қоршалған кезде тез түрмеге айналуы мүмкін. Нағыз одақтас табу үшін оларға қалай пайда әкелетініңізді түсіндіріңіз. Ізгі ниеттің байланысы жіңішке жіп сияқты, ал өзара мүдденің байланысы болат шынжыр сияқты. Адамдардың ниетін емес, не істеп жатқанына назар аударыңыз. Көптеген адамдар жақсы нәтиже көрсеткісі келсе де, бұл оң нәтижелерге кепілдік бермейді. Соғысқа батылдықпен барыңыз. Әлсіз әрекет көбіне күшті қарсыласқа ұшырайды. Айналада тәртіпсіздік болса, сабырлы болу керек. Сезімдер көтерілгенде және төмендегенде сабырлы және теңгерімді болыңыз. Қауіп-қатер жақындағанда тіпті ең батыл жауынгерлер де қорқып, тік тұрып зұлымдықпен күреседі. Жеңілген кезде беріліңіз. Намыс үшін өзіңізді бүтіндей езіп тастамауына жол бермеңіз. Дұшпаныңыз енді сізді қауіп ретінде көрмейді. Бұл сізге жаңа шабуылды жоспарлауға мүмкіндік береді. Дұшпаныңыздың әрекеттерін олжамен азғырып, ашуын қоздырып, намысымен ойнаңыз. Азғыруларыңызбен олардың жоспарларын бұзыңыз және дұшпандарыңызды қалағаныңызша басқарыңыз. Асығыстықпен әрекет ету бақылауыңызды әлсіретеді. Мақсаттарыңыздың орындалатынына сеніңіз және шыдамды болыңыз. Басқаларға күшті болып көріну үшін керемет және ұлы әдістерді қолданыңыз. Әсерлі көріністеріңізбен құрметті оятыңыз. Сіздің алдыңызда сөзсіз болатын сәтсіздіктермен күресу үшін өз жұмысыңызды соңына дейін жоспарлау керек.